Бір жігіт бала кезінде бір қызық әңгіме естиді. Үлкендер айтып отырған, Амазон орманының ішінде қайнап жатқан өзен бар деді. Ол бірақ бірден сенбейді. Ол қалай? Өзен өзінен қайнап тұра ма деген секілді. Бұл ертегі ол, бірақ сол әңгіме оның ойында қалып қояды. Жылдар өтеді, ол өседі, бірақ ол сұрақ ойынан кетпейді. Бір күні ол шыдай алмай, сол өз көзімен сол өзенді көруім керек деп шешім қабылдайды. Сосын ол Перуге жол тартады. Ұзақ жол жүріп, Амазон орманына жетеді. Тыныш, бірақ біртүрлі. Ауасы ауыр, дыбыстары түсініксіз. Жергілікті адамдармен кездеседі де, сол жерде оған осы орман өзен туралы айтатын болады. Ол өзеннің атауы Шанай Тимпишка деп аталған екен. Мына жерде мен әдемілеп тұрып суретін видеосын көрсететін боламын. Прям өз көзімізбен көрмесек те, кәдімгідей өз көзімен көріп шыққан секілді видео түсіргені мен ойлаймын кейде кішігірім өз ойымды қосып жүрейін. Алла тағаланың құдіретінің шексіздігі соншалық, ол әрбір ұсақ, әрбір майда микроорганизмдердің барлығын күшті жаратқан ғой. Біз таң қаласың. Не только адам баласының ішкі құрылыстары, вообще целым бүкіл әлемді. Былай тереңнен зерттеген кезде, қарап оқыған кезде, қазір Алла тағаланың жаратылып жатқан дүниелердің бәрін таң қаласың негізі. Енді дальше продолжайым. Бұл өзенді Ашанинка тайпасы бұрыннан қасиетті деп санаған. Ал жігіт болса, олардың сөздеріне сенбей, өз көзімен көргім келеді деп шешім қабылдап, дальше баратын болады. Неше сағаттан кейін жол жүріп болған соң, ол жолдан жаңа сол өзеннен бу шығып жатқанын көреді. Алғашында көрген кезде как тұман сияқты болып көрінеді, бірақ сәл жақындаған кезде ол жерде жаңағыдай кәдімгідей ыстық ауа сезіле бастайды. Жүрегі жылдам соғып, содан дальше ары қарай барып көргісі келеді. Жаққа жақындаған кезде тоқтап қалады. Алдында өзен тұр. Бірақ ол жай ғана өзен емес. Ойнап жатыр, бу жоғары көтеріп жатыр. Бірақ дыбысы да прям өзгеше екен. Оны жақындатқан кезде қолынан ыстық сезіле бастайды. Бұл жерде өз көзімен көргеннен кейін ол да сенді. Бұл шын. Және бұл өзенді кезінде Андрес Пруск деген кісі зерттеген екен. Осы өзен туралы ғалымдар айту бойынша жер астында геотермал болуынан екен. Бірақ по-любому бұл түсініксіз процестер екен. Мұндай температура үшін әдетте жанартау керек. Ол жердің температурасы 80-90 градус екен негізі. Ал бұл жерде жанартау жоқ. Сол кезде жігіт түсінеді. Кейбір нәрселердің жауабы бар, бірақ толық емес. Кейде осындай табиғаттың табиғатты түсінуден бұрын оны көріп, біліп, сезу маңыздырақ дейді.